Сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақта. Деп кемеңгер, Абай қазақ халық әдебиетіне өреңдеуі мен дамуына орасан зор үлес қосқан, ақындардың көшін бастаушы. Ол 4 мезгілге арнап өлең жазған адам, ал лирикалық өлеңдері мен ақындық толғаныстарына шек жоқ. Ал қазіргі өсіп келе жатқан өскелең ұрпақ Абай атамызды білмейді дегенге кім сенер екен? Ол шымырлатып бойларына әнін тыңдап, жүректерін тебіренте тапақтары мен қара сөздерін жаттау асқақ ойлары мен терең түйсіктеріне сақтай алған. Абай атамыздың әр жазған шығармашылығын бастасаң болды, тұңғиық аралына батып кеткендей күй кешесің. Абай атамыздың әр қара сөздері ойға күш салып, және де қандай даналығы мен данышпандығын, қасиеті мен қадірлігін, санасы мен ой өрісін шыңдалып, түсінігі терең мұхиттың нүктесіндей елестетуге болады. Алайда Абайдың үнемі бола бермегенін атап өткен жөн. Молдалар мен имандардың діни фантазимен екі жүзділігін, пайда күнемдігін сынай отыра, Абай өзінің бірсыпыра өлеңдерінде және соның ішінде қара сөздерінде дінді жақтаған еді. Абай тікелей қазақ халқындағы ауыз әдебиетіндегі нақыл сөздерді бағыттаушы, ғұлама ақын болып, тарихта таңба болып сақталып қалды. Абай жомарттылығы соншалықты өз көз майын тамызып жазған шежірелері, өлеңдерін достары мен жақындарына таратып сыйға тартқан екен. Абай өте ерте өлең жаза бастаған. Оның өлеңдері ақталмағаны және де жоғалғандары немесе сақталмағандары қаншама екені нақты саны белгісіз. Абай әлемі, Абай поэзиясы, қара сөздері, әндері, әсіресе оның жаңа ғасыр босағасын аттаған балғын жастарға бізге берер мол ғибраты соншалық жақында алыс құпиясы мен оқырманды өзіне баурай берді.